18 ғасырдың басы. Қазақ ордасының алтыбақан алауыздығын пайдаланған іргедегі жоңғарлар қазақ жеріне баса көктеп кірді. Жау жасақтары жолындағы ауылдарды аяусыз қырып жоюда. Жоңғардың қолы өтті. Ауылдарымызға шоқ үлкен кішідегі кіріп жатыр. Тұтқынға алған қыз-жігіттерімізді құлдыққа, күндікке айдап кетсе, осылай қол қусырып отыра береміз бе? Отыра беруге болмайды. Кехатары түкке жетті. Ата жолмен аянбай жалғасуымыз керек. Жігіттер, жоңғардың қолды қамытын кейден құтқарады тек күрес. Бірақ шысырап жүріп, жеңе алмаймыз. Осы Әбілқайыр хан жоңғарға қарсы жорықты басталғалы жатыр демесіңіз. Бедер жерінде Әбілқайыр жоңғарға қарсы жорықтың бас сардары етіп тағайындапты. Абылай хан өз жүзінің басын қосып, бар қазақты ата жауымызға жұмылдырмақшы екен. Ендеше дұрыс, аттанайық. Аға, мен де барам сіздермен. Садақпен атуды өзім үйреттім ғой. Жауды мен де жайрата аламын. Олар, әке-шешемізді жоңғарлар өлтіріп жейтін бағымызда. Назар ата бәрімізді бауына басып, өз баларында өсіріп, аман алып қалды. Қазір қартайып жастар келді. Оларды да қорғайын адам келді. Сен ауыл қарттарына бас-боз болып қалған дұрыс. Қорлан, осы жерде тұрған бәріміз, жоңғардың кесірінен жетімге айналғандармыз. Әке-шешеміздің, еліміздің кегін қайтаруға біз барамыз. Иманғали дұрыс айтады, бала кезімізде таудасқа жасырып, аман алып қалған назаратымыздың ауылын қорғайтын адам керек. Сен батыр қызсың, ауыл саған аманат. Әттең, мен де ашық шайқасқа шығып, жаудан тазартсам ғой елімді. Бірақ сіздердің сөздеріңіз де дұрыс. Қарт ата-аналарымызды да қорғау керек. Ал ендеше, ауыл үлкендерінен бата алып, жолға шығайық. Ата, біз, ауыл жастары, жоңғарға шайқаста аттанalım шештік. Батаңызды беріңіз. Не дейсің құдайым-ау? О не дегенің балам? Жау жоңғар әкешінің басы жалмады емес пе? Енді өзің солардан ажал құшыға бармақшымысың? Жоқ, рұқсат жоқ, бармайсың. Қайт бәйбіше, неге зарлайсың? Ер мойында қылархан шірімес деген. Әттең, күш қуатым бойында болса мен де қалыспас едім. Балам, бердім батамды. Жортқанда жолың болсын, жолдасы қызыр болсын. Әумин. Әумин. Азаттықтың ақтамақ үшін қазақтар ұлы мұрат жолында бір жұдырықтай жұмылса, мына жоңғардың езгісінен құтылар күн туар әлде. Ақ жол. 14-15-16 жастағы жас бозбалалардан жиналған жасақ тарихта 1000 бала деген атпен қалды. Қазақ пен жоңғар арасындағы шешуші шайқаста 1000 бала жасағы орасан ерлік көрсетіп, жауды жеңуге зор еңбектерін сіңірді. Сағы сынған жау кері қашты. Бірақ шегініп бара жатып, жоңғарлар жолында кездескен қазақ ауылдарын аяусыз қырды. Жоңғарлар еп қалды, қашыңдар! Ойбай, тимеңдер бізге! Жоқ! Жауыздар, жіберіңдер мені. Шығыңдар, жекпе-жекке сүйреп болсаңдар. Кемен де ғана. Аяқ қолын байлап, қолбасшыға сыйға тартамыз. Қазақтардан жеңіс тапқалы көңіл қошу болмайды. Байланды. Азаттықтың ақтаңа атар күн жақын қалды. Қанқар таласында жүрген аға бауырлар. Мына нақақтан төгілген қандың өшін алады әлі. Жаным арымның садағасы. Жолға күн болғанша өлгенім артық. Қатар келіп жатыр, қасынды.
Ата әже, сіздерді жауыздардың тырнағынан ашыла балқамадым. Екен бұл Иманғали, бәріміз де қиғырып тұрмыз. Бірақ азаттыққа құрбандықсыз қол жеткізу мүмкін болмай тұр. Еңсеңді көтер. Еліміздің ертеңі үшін қашан аянбай шатысамыз. Біз жеңдік жауды. Енді азат елміз, тәуелсіздік жасасын. Қилы заманда не болмаған байтақ даламда, тарихтағы талай боранда жанып мың өшкенбіз. Қашан отпен суға түспедік, бақыт үшін бәрін істедік. Бірлігіміз бойға күш беріп, сан сынақты кешкенбіз. Күнседеміз саған біргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күнсінгенше біргеміз. Қыран қазақ беріп іргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Ашықтарды өтік жыламай, бәтелік бұл биік соламай, майыз бадық сынладық. Сынақ себеп емес кейуге, деп тазалық болса бейілде, қою қара күннен кейінде таң атады нұрланып. Күнседеміз қаған біргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күнсінгенше біргеміз. Қыран қазақ беріп іргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Құламаған елміз мүлдеміз. Көк аспан мен көк ту астында күнсінгенше біргеміз. Қыран қазақ беріп іргеміз, құламаған елміз мүлдеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Әлі бізде алар асу көп, бәріміз де біргеміз. Ана тілімді құрметтеуге, төл мәдениетімді сақтап, ұрпақтан ұрпаққа жеткізуге, елімді, жерімді қорғауға ант етемін. Ант етемін, ант етемін, ант етемін. Маған бір азғантай уақыт сөйлеуге рұқсат беріңіздер. Сәл кеш қалсам, оқушылар.
Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің концертімізге келіп отырған ұстаздар, оқушылар, қош келдіңіздер. Уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Менің аты-жөнім Касимова Индира Набиуллақызы. Біздер былтыр осы Астана халықаралық мектебінің миссиясының аясында ASI Қазақ радиосы деген жобаны бастаған болатынбыз. Біздің миссиямызды бәріңіз біледі деп ойлаймын. Біз қандай тұлға болып тәрбиеленіп өсіп шығуымыз керек бұл мектептен. Біз өзіміздің мәдениетімізді, тілімізді, салт-дәстүрімізді құрметтей білетін және өзге мәдениеттерге құрметпен қарайтын тұлғаны тәрбиелеп өсіріп шығаруымыз керек осы мектептен. Яғни ASI Қазақ радиосының мақсаты бұл біздің өзіміздің ұлтымыздың тарихын, тілін құрметтеу, құндылықтарымызды бойымызға сіңіру. Осы бағытта бір жыл бойына біздің оқушыларымыз жұмыстанды. ASI Қазақ радиосы үйірмесінің мүшелері былтырдан бастап жұмыстарын бастаған болатын. 14 наурызда, биыл 14 наурызда ASI Қазақ радиосының эфирлеріне бір жыл толды. Бүгін олар сіздерге есептік концерттерін беріп отыр. Енді ASI Қазақ радиосының негізгі мақсаты не? Жаңа айттым, біз өзіміздің ұлтымыздың дәстүрін, тілін, тарихын құрметтеуіміз керек деп. Жалпы балалар білеміз бе? Біздің жер шарында қанша мемлекет, қанша ұлт бар? Кім айта алады? Қанша ұлт бар? Қаттырады? Білмейміз бе? Ұлттың саны. Өте көп, 5000-нан астам ұлт бар жер шарында. Соның нешеуінің өзінің территориясы бар, мойындалған мемлекет болып есептеледі. Сол 5000 ұлттан. Оның 200-і мемлекет болып есептеледі, территориясы мойындалған, тілі бар. Ал сол 200 мемлекеттің ішінде Қазақстан нешінші орында? 9-шы орында, дұрыс айтасыздар. Біздер территория бойынша алғашқы 10-қа кіреміз. Осындай Атыраудан Алтайға дейінгі алапат территорияны ұстап отырған, бізге мұра қылып қалдырған, аманат қылып қалдырған біздің ата-бабамыз. Жаңа ғана сіздер біздің оқушыларымыздың сол аманатты ары қарай қалай жалғастырып, қалай сіздерге бізден кейінгі ұрпақтарға беретін көрсететін қойылымға куә болдыңыздар. Енді біздің екінші бөліміміз, бұл біздің концертіміз, біздің эфирлерімізде берілген әндерден тұратын концерт. Қазір сол концертімізді тамашалауға шақырамын. Көп рахмет. Қайырлы күн, достар! Құрметті көрермен, бүгін біздің мектеп радиосының бір жылдық мерекелік концертіне қош келдіңіздер. Радиомыз қалай басталды? Өткенге шоу жасасақ қалай болады, Индира? Өткенді еске түсірсек керемет болар еді. Ал онда экранға назар аударайық. Қазақ радиосы.
қазақ бірігіргенбіз, құламаған еліміз мүлдеміз, әлімізде алар асу көп, бәрімізде біргеміз. Алғашқы эфирімізде сіздермен бірге болатын мен, Адюбаева Индира, 7-ші А сынып оқушысы. Және мен, Баймырза Иманғали, 8-ші И сынып оқушысы. Ерлік Мерей, 7-ші Б сынып оқушысы. Және мен, Амиргалиев Арслан, 7-ші Б сынып оқушысы. Жания Сабитқызы, 7-ші С сынып оқушысы. Және мен, Алихан Исабеков, 7-ші С сынып оқушысы. Айсан Утишева, 7-ші Б сынып оқушысы. Және мен, Әмір Нұрғали, 8-ші А сынып оқушысы. Нерке Серік, 7-ші И сынып оқушысы. Және мен, Аңсар Серік, 8-ші А сынып оқушысы. Нұртас Сезім, 9-ші А сынып оқушысы. Және мен, Рамазан Самир, 9-ші Б сынып оқушысы. Айсен Қазақ радиосының бүгінгі эфирінде сіздермен бірге болатын мен, Дана Қуанбек, 7-ші Б сынып оқушысы. Және мен, Сұлтан Оспан, 8-ші Д сынып оқушысы. Тағдырынды тамырсыздық індетінен қалқала. Мазмұн жоқта мазмұнсыздық шығар келер ортаға. Әр адамда өз анасынан басқа да ғұмырына етер мәңгі астана. Демеп жүрер, жебеп жүрер арқада, болу керек құдіретті 4 ана. Туған жері, түп қазығы айбыны, туған тілі мәңгі өнеге айдыны. Жан байлығы, салт дәстүрі тірегі, қадамына шуақ шашар үнемі. Және туған тарихы, еске алуға қаншама, ауыр әрі қасіретті болса да. Құдірет жоқ 4 анаға тең келер, онсыз санаң қамбаққа ұқсап сенделер. Өзге ананың ұлылығын танымас, 4 анасын менсінбеген пенделер. 4 анадан сенім таба алмаған, тамырсыздың басы қайда қалмаған. 4 анасын сыйламаған халықтың, еш қашанда бақ жұлдызы жанбаған. Қасиетті бұл 4 ана, тағдырының тынысы, 4 ана үшін болған күрес, күрестердің ұлысы. Тамаша Дана, рухы қандай биік өлең? Я, Сұлтан, бұл рухты ақынның өлеңдері жас ұрпақтың жүрегіне, отанға, туып өскен жерге деген патриоттық сезімдерді ұялатады. Дана екеуміз оқыған өлең 4 ана деп аталады. Өлеңнің авторы 20 ғасырдың жалынды ақыны Мұхтар Шаханов. Қандай жылы естеліктер? Индира, біздің эфирлерімізде шырқалған әндерлегенде еске түсірейікші. Ауыды қазір Айсен Қазақ радиосы үйірмесінің мүшелері есімізге түсіреді. Жаса Қазақстан әнімен Рамазан Самир мен Ерлік Мерей алдарыңызда. Талып қарсы алыңыздар. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабым. Жаса Қазақстан, жаса менің бұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, ала жұртым атағым, алтын есік байтақ қалай ардағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Көңіл жайсан ел қазағым, өз ұраның айтылсы көзім. Ана тілдің айбыны асқақтап, болсын таза дін. Батыр ұлдар ел көшін бастаған, жасылмасын жас ұрпақ жас бала. Ашық аспан астында мәртебе, артын басқадан. Жаса Қазақстан, жаса менің қазағым, артта қалды қиындық пен азабым. Жаса Қазақстан, жаса менің бұл елім, атқан таңдай ашық болсын ажарым. Жаса Қазақстан, ала жұртым атағым, алтын бесік байтақ қалай ардағым. Жаса Қазақстан, ата мекен тұрағым, көк аспанда желбіресін байрағым. Даламызға мұрагер халқымыз, даламыз
өнерпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан әр қалам, сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалам. Қайрат пен ақыл жол табар, ұшқанда да әдебиет жаққа кімде бар, сол жарасар болады. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдында, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, 5 асылыз көмсеңіз. Және қысқа ақынның өлеңдерінен өзіңді оқыдық. Алихан, оны біз көрермендерден сұрап көрейік. Бұл қай ақын, білеміз бе? Бәрекелді, дұрыс айттыңыздар. Абай тек ақын емес, сонымен бірге сазгер. Абайдың музыкалық мұрасы қазақтың ұлттық өнері тарихында ерекше орын алады. Ақынның көзінің қарасы, не іздейсің көтеріп? Айттым сәлем қалыңқас. Татьянаның хаты әндері халық арасында кеңінен таралған. Алихан, білесің бе? Біздің мектеп оқушылары да Абай атамыздың әнін нақыштан келтіріп орындай алады. Ендеше, Абай ақынның өлеңдеріне кезек береміз. Ән көзінің қарасы. Алдарыңызда 9-ші сынып оқушылары Нұрмахан Данар мен Жакишева Камила. Қарсы алыңыздар. Біздің мектеп радиомыздың тәжірибесі басқа қалаға үлгі болғанын білесің бе? Иә, қателеспесем, еліміздің батысында орналасқан Орал қаласындағы IT колледж студенттері IC қазақ радиосы эфирлерінен шабыттанып, колледждің өз радиосын ашты. Иә, мен ұрым. Радионың атауы да біздің радиоға ұқсайды. ITC қазақ радиосы деп аталады. ITC Information Technologies College дегенді білдіреді.
Ал жақында жарық көрген республикалық Казахстанская правда газетінде Оралдық ITC Қазақ радиосы туралы мақала жарық көріпті. Сол мақалада колледж директоры Сафулин Ельдос мырзаның мынадай сөздері бар. За образец мы взяли идею Международной школы Астаны ISA, где подобная радиостудия под руководством Индиры Касимовой была создана в апреле прошлого года. Проект ISA Казах радиосы направлен на расширение применения к образовательным учреждениям государственного языка. Я Минуров. Біздің радионың мақсаты айқын түсіндіріліпті. Ендеше Орал ақпараттық технологиялық колледжінен келіп түскен видео сәлемдемеге назар аударайық. ITC Қазақ радиосының шығармашылық тобы алғыс айту күнімен баршаңызды құттықтайды. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, бірлік пен достықтың жарқын мерекесі. Қазақстан халқы бұл мейрамды алғаш рет 2016 жылы атап өтті. Алғыстың мәні ризашылық білдіру арқылы жамандықтан ада болуды тілеу. Бұл күн мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббаттың жарқын мерекесі. ISA радиосының эфирге шығып, өзінің жарқын дауысымен, жоғарғы сапасымен тұрақты тыңдарманын қалыптастырып үлгергеніне де жылға жуық уақыт өтіпті. Бүгінгі алғыс айту күні қарсаңында радио ұжымын бір жыл толуымен құттықтаймыз. Құрметті ISA радиосының ұжымы, сіздерге жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілейміз. Әрі қарай жағымды жаңалықтар мен жаңа жобалармен тыңдармандарыңызды қуанта беріңіздер. ITC Қазақ радиосы жобасының жүзеге асырылуына себепші болғаны үшін Астана қаласындағы ISA радиосы ұжымына алғыс айтамыз. Күн сәулесін таратқанда, бақыт бар көрінбейтін арақтанда, біз ұйықтап кеткен жоқпыз мәңгілікке, оятқан сансыз алғыш жаратқанға, қалдырмас өмір атты жолды жалғыз, барыңды бағалады тәубаңа түс, жарықты сыйлық беріп сана беріп, жасаған жоқтан бірді алла алғыс.
ба елдігім, әнұраным айбыным. Көк байрақ үйілмесін жығылмасын, көзге жас кеудеге өксік тығылмасын. Тұрғанда көкшіл туын көкті тіреп, қазағым сен қашанда тұғырдасың. Отанын сеуді Бауыржан Момыш ондай өнеге етіп қалдырған басқа қаламгер жоқ. Ол өз ұлтын сыйламау, оны мақтаныш етпеу сатқандықтың белгісі. Ел дегенде еміреніп, жұрт дегенде жүгініп қызмет еттің. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Обасызда отан жоқ, елсіз ер болмайды, жұртсыз жігіт болмайды дейді. Алатыптық қаздаусы Қазыбек би атадан жақсы ұл туса елінің туы болады, атадан жаман ұл туса көшінің соңы болады деген екен. Ата-бабамыз аңсаған азаттық пен тәуелсіздікті алдық. Ендігі мәселе соны ертеңге жеткізу. Келесі ұрпаққа, болашаққа Қазақстан осы тәуелсіздігін аманаттау. Тәуелсіздік туын тігуге қаншалықты қажыр-қайрат керек болса, оны қуатпай сақтап қалуға соншалықты қажыр-қайрат керек. Ұлтымыздың оғын дәріптеп, мұны мен зарын, айбыны мен рухын жеткізген, мен қазақпын поэмасынан үзіндімен Оралбек Арайлым қыздарыңыз алдарыңызда. Жұбан Молдағали, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргегімде таныстым мұң тілімен, жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен, құрсағыма сыйдырам даланы мен, пәк сәбимін, бесікте өлдеген, дәуірлермен құрдасып данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға асықпын, жүрегі бар кеудемде шын ғашықпын. Жанар таудай жойқынмы жұлқынғанда, шарықтасам қыран болып шынға шықтым. Артымда кеше ой тамылғаны, оған дейін не таңба тағылмады. Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз, шолпан қызы шапақты танылды. Қанды, көздің жасы да сорықпады, күреңітті көлдердің қорықтары, азан-қазан ақтабан шұғырынды, ала топын жоңғардың жорықтары. Өшпей тұғын от іздеп құр сандалған, Прометей мен болдым құр сауланған. Жарқылданым Исатай найзасы боп, Махамбет боп тілінен жыр сауланған. Оламана дедейек еркіндікті, ел құдықты білмесін жер күңдікті. Аңсаймын мен, сенемін, туад ертең, қазақ бол зор бақыт дер күңдікті. Рахмет Арайлым, ер азаматтарымыздың күш жігері, қажыр қайраттары еліміздің тәуелсіздігінің кепілі. Рух пен шабыт келесі әнді Индира Әдеубаева, Иманғали Баймырза және Ерлік Мерей шырқап береді. Алға қазақ жігіттері! Namuslu benimdir.
Aşkın kışı darı Жүрек түсіп қалып Жетін тешіңізге Шаршы топты жарып Алға, алға, алға қарсаң жігіттері Сенім артқан Жансың халық үміттері Көк аспанда Желбіресін көк байрағы Жасау мәңгі Қазағымның жігіттері Көк аспанда Желбіресін көк байрағы Жасау мәңгі Қазағымның жігіттері Алға, алға, алға қарсаң жігіттері Сенім артқан Жансың халық үміттері Көк аспанда Желбіресін көк байрағы Жасау мәңгі Қазағымның жігіттері Жайыңды сенің кім ойлар, жанып бір туған жас қазақ. Тілеуін болса адалақ, тамшыдан теңіз құралар, атадан қалған аманат, бабадан қалған мұралар. Кешегі күннің сабағы, сананда жүрсің ұлайым, тағдырым тәлім баршаға, ақиқат жолын айғақтар. Аранда әлі қаншама, ләззаттар мен қайраттар. Сатулы бүгін сәлемде, қатулы бүгін қасқаба. Қатыгез мынау әлемге, қасқайып қара, жас қазақ. Қашаннан қаскөз ұянат, қайтерсің батса шынбайға. Береке, бақыт зиянат, табатын қайрат күн қайда. Айдаһар ашса аранын, дәрменсіз қалма, дал болма. Халқыңның тағдыр таланын, қаймық байқалем ал болған. Құрметті көрермен, бүгін Самир екеуміз сіздерге Исраил Сапарбай ақынның жас қазақ өлеңінен үзінділер оқып бердік. Күндегі қайын сені, өкшедегі қайын сені, өзін ұшып жырақта жүрсен. Шырағым, күнімден сені, шыбағым, күнімден сені, өзіңмен бір жұмаққа кірсен.
Келші жаным, жаным, жаным бар. Келші қолыма, арманыма құстай қойшы жаным. Келші бағыма, қойшы қолыма. Келші жаныма, Жетті қолым осы күнге, ән болып есімінде, тербедің ғашықтарды махаббат бесігінде. Аққулар арасында әнің жүр барасың ба? Бір сұлу мұнаяда ағыстың жағасына. Шалқыған жалын жастар, тойларда әнің бастар, толқиды әуеніңмен ақ маңдай қарындастар. Тұрса да дала гүлдеп, өксиді дала бірге, ескегін қайығының қалдырдың аға күнге. Ән аға, жан аға, сен аңсап шарқ ұрды шағала. Каспийдің толқыны соғады жағаға, жағаға, жанаға, ән аға. Қымбатты көрермен, Самир екеуміз қойған ән жолдары кімге арналғанын айтып бере аласыздар ма? Керемет, дұрыс айтыңыздар. Әрине, бұл арна әннің жолдары қазақтың шыққан ұлы композитор Шәмші Қалдаяқовқа арналған. Халқың әуезді әндермен тербеген ән ағаның 300 музыкалық туындысы тек жарық көргендері ғана. Композитордың інісі Қадыр бір сөзінде Шәмшінің ана туралы жыр өлеңіне 30 түрлі ән жазып, соның біреуін ғана жарыққа шығарғандығын айтады. Ал 300 туындыны жарыққа шығару үшін неше ән жазды екен? Ана туралы жырды жақсы еске алдым, Самир. Өзір көргендердің айтуынша Шәмшінің музыкалық құштарлығы дәл осы анасынан дарыған. Ана туралы жыр Шәмшінің өмірден озған анасына деген сағынышы іспеті. Осы әнді біздің мектебіміздің оқушылары да орындаған екен. Ендеше ана туралы жыр әнімен 4-ші B сынып оқушыларын ортаға шақырамыз. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әр гүлін жинадың сен маған, сен бердің қостардың
көк кілемде көк ойнаймын көк кілем. Маңдайынан сипап өткен самалды, қазағымның алақаны деп білем. Айдар десем атам екен, көкейінде жатады екен. Күннің өзі қимай оны ұясынан батады екен. Жасыл жайлау түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын көк кілем. Күннің нұрын айдың аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем. Жасыл жайлау түкті кілем, көк кілем. Көк кілемде көп ойнаймын көк кілем. Асқар тауып аспанымен астасқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қымбатты көрермен, Мерей Жүніс қазақ ұлтының рухтан менісінде оқыдық. Бұл қай ән? Ән композиторын дәл атап бере аласыздар ма? Керемет, дұрыс айтасыздар. Сөзін жазған Қадыр Мырза Әли, әні Ескендір Хасанғалиевтікі. Қазақтың айбыны мен рухына айналған Атамекен әнін 4-ші H сынып оқушысы Алибаев Даниялдың орындауды тамашалауға шақырамыз. Жасыл жайлау, түнгі кілем, көк кілем, көк кілемде көп мұңаймын, көк кілем. Маңдайымнан сүймеп өткен самалда, қазығымнан алақанау деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, күзімде жарты екен. Күнін өзі иесіна, қима оны батырым. Жасыл жайлау, түнгі кілем, көк кілем, көк кілемде көп мұңаймын, көк кілем. Күннің нұрын айдың аппақ сәулесін, қазағымның махаббаты деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, күнгілімде жарты екен. Күнін өзі иесіна, қимай оны батырым. Күнін өзі иесіна, қимай оны батырым. Жасыл жайлау, түнгі кілем, көк кілем, көк кілемде көп мұңаймын, көк кілем. Асқар тауып аспанмен таласқан, қазағымның мәртебесі деп білем. Қайда жүрсем Атамекен, күнгілімде жарты екен. Күнін өзі иесіна, қимай оны батырым. Қайда жүрсем Атамекен, күнгілімде жарты екен. Күнін өзі иесіна, қимай оны батыр екен. Айси қазақ радиосының 1 жыл толуына концертіміз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағаныңызға көп рахмет. Қайда жолықтаршы достар. Батырлар сақтаған байтағым менің, саған ғана әуезде арнадым мен әндерім.